kerakli yordamni ko'rsatib, chaqaloqimiz dunyoga kelishiga yordam berdik. Ayol va chaqaloq holatini 2 soat davomida nazoratda olib turdik. Ona va bolaning holati qoniqarli holatda palataga ko'chirdik. Hozirda onamiz va chaqaloqning holati yaxshi. Men осы Қарақалпақта басында 1975 жылдан бері жасап жатырмын. Аллаға мың шүкір, неше жыл болды. Біздің дәуірімізде де, біз өзіміздің де босанатын дәуірлеріміз болды. Бұл кездерде де біздер Қоңырат қаласына барып босанатын едік. Қазір міне бүгінгі күні жаңа технология, жаңа заман деп біздің мына ауылымыздың келіндерімізге мынандай жақсы, бүкіл үлкен қалада жоқ дәрежеде бізді осындай туу қанасын жеткізіп жасап беріп жатыр. Бұның бәрі біздің президентіміздің көп жәрдемінің, ел басшыларының күшті жәрдемдерінің арқасында бізде осындай керемет жағдайлар жасалды. Біздің келіндеріміз босануға бүкіл барлық жағдайлар жасалып, біздердің қуанышымызда шек жоқ. Келіндеріміз күнде босансын, күнде біздер ізінен әдемі тәтті тамақтар әкеліп, деп қуанышымыз шексіз болып жүре берейік. Қызмет жасап жатырған ішіндегі медсестраларымыз, врачтарымыз бар. Солардың барлығының қолы құтты болсын, босанған балапандардың өмір жасы ұзақ болсын, келіндеріміздің денсаулығы мықты болсын. Тек тілегіміз сол, ұрпақтар көбейе берсін, еліміз тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын. Дәрігерлеріміз өте білімді, жетістікті болып жатыр. Бұның осындай жағдай жасалғанына біз қуаныштымыз. Мынау біздің бұрынғы кезде мынандай заттар болған жоқ. Президентімізге көп рахмет айтамыз. Осындай дәрежеде бізге тұғырханасын салып берді. Миннеттармыз дейміз. Мемлекетімізде аял қызларымызды хақ тарапынан қолдап бақылау, олардың денсаулығын бекемдеу, аналықты һәм балалықты қорғауда көптеген жұмыстар әмелге асырылмақта. Бұның айқын мысалы ретінде бүгінгі біздің Қоңырат районымыздың ең шеткі алыс аймағы болған Қарақалпақстан поселка Бұқаралар жиындағы жаңадан ашылған туу бөлімімізде бүгінгі ұл перзентіміздің дүнияға келуі бұның айқын мысалы бола алады. Құрметті президентіміздің бастамасы менен осы районымыздағы ең шеткі алыс аймақта халқымыз үшін жаңадан туу бөлімшесі құрып берілген еді. Неке бүгінгі күні және бір шаңырағымыз қуанышқа бөленіп, махаллемізде жаңа ұл перзентіміз дүнияға келді. Махаллемізде бүгінгі күнде 780-нен астам туу жасындағы хаялларымыз бар болып, бұл туу бөлімшесінде хаял қызларымыздың саламатлығын бекемлеуде бүгінгі күні заманауи медициналық аспап үскенелерменен толық тәмінленген, арнаулы қаналар шөлкемдестірілген хаялларымыз бұл барлық қызметтен пайдаланып, осы жерде өздерінің денсаулығын бекемлеу менен бірлікте туу жағдайларынан осы жерде өткеріп жатырыпты. Алдылары туу жасындағы жас аналарымыз сол бір ай бұрын район орайындағы емдеуханаға барып, сол жерде жатып, әттек ағайлерінің үйінде, ямаса квартира жалдаған халда сол район орайында болатұғын еді. Бұл олардың өзлеріне де, шаңарақ ағзаларына да қиыншылықтар тудыртатұғын еді. Бұл туу бөлімшесінің құрып берілуіменен бұндай қиыншылықтардың бәрі сапластырылды. Әттекі сол жолдың алыслығынан, жолда әрқилы жас анамыздың денсаулығы үшін қиыншылық болатын еді. Әрқилы туу жағдайындағы әрқилы халатлар болып қалулары күзетіледі. Алыс жолдан жетіп барудың өзінде көптеген қиыншылықтарды басынан өткізетұғын еді. Мемлекетімізде инсан қадірі үшін алып барылып отырған кең көлемді реформалардың бүгінгі күні бұл районымыздың ең шеткі алыс аймақтарына жетіп келуі де бұл бүгінгі күні құрметті президентіміздің басламасы менен халқымыздың абадан тұрмысы үшін жаратып беріп отырған имканиятлары болып есептелінеді.
Қоңырат районының Қарақалпакия поселкесінде жасаушы тұрғындарымыз Қоңырат орайына келіп кету үшін 7-8 сағат керек еді. Жолдар қатты жаман еді, барудың өзі, келудің өзі. Сол құрметті президентіміз 240 километр жолды қайтадан реконструкция қылып асфальтлап берді. Бұның үшін Қарақалпакия поселкесінде тұрғындардың әммесі, өздеріміз қуаныштамыз. Бұл қуаныш болып отырғанның үстіне тағы қуаныш болды. Құрметті президентіміз Қарақалпакия поселкесінде жасаушы тұрғындарға таза туу үйін құрып берді. Қарақалпакия поселкесінде туу үйін құрып беруі ешбір инсанның иртибардан четте қалмаслығын білдіреді. Ең қуанышлысы, бұл таза туу үйінде жаңа Өзбекстанның жаңа чақалақ дүнияға келді. Алдынлары Қарақалпакия поселкесінің хамиладар аялларымыз орайлық больницаға келіп, туу үшін, көріну үшін бір айлап келіп жататын еді. Ағайындардың үйінде жатады, я квартираларда жатып, шындай қиыншылықтарды көрген еді. Міне, құрметті президентіміз жаңа туу үйін салып, бірінші чақалағымыз дүнияға келгенде қатты minnattarchilik білдіреміз. Өзімнің атымнан, бүтін Қарақалпакия халқы атынан minnattarchilik білдіремін.